Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге жарылған шоколадты печенье түрін және жасалу жолын көрсететін боламын. Керекті заттарды видеоның астына описанияға жазып қоямын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер. Печеньелерімізді дайындауға кірісейік. Ол үшін 200 грамм жоғарғы сорт ұнды өлшеп аламыз. Ұнның үстіне 15 грамм қопсытқыш, 3 грамм ванилин, кішкене тұз салып дайындап қоямыз. Таза ыдысқа құрғақ қоспаларды 53-тен өткізіп аламыз. Құрғақ қоспалардың үстіне 200 грамм қант ұнтағын 53-тен өткіземіз. Жүз грамм какао ұнтағын 53-тен өткіземіз. Құрғақ қоспаларымызды үсті астына біріктіріп аламыз. Құрғақ қоспаларымыздың үстіне 100 грамм сары май саламыз. Үш жұмыртқаны жарып, қосып, қамырды біріктіреміз. Қолымызбен біріктіреміз. Біріктіріп болған соң бетін пищевой пленкамен бетін жауып, 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. 30 минуттан кейін қамырдан кішкене үзіп алып, алақанымызбен домалатып, дөңгелектер жасаймыз. Осы кезде духовканы қосып қоямыз. Дайындап қойған домалақтарымызды қант ұнтағына аунатып, листтің үстіне пергамент қағаз төсеп, домалақтарымыздың араларын алыстатып қойып шығамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Шоколадты печеньелеріміз жарылып, әдемі болып пісіп шықты. Бетін безендірмей осылай ұсынсаңыздар болады. Жарылған шоколадты печеньелеріміз дайын. Бетіне қант ұнтағын сеуіп, әсемдік үшін кондитерская посыпкамен безендірдім. Жарылған шоколадты печеньенің рецепті ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер.